Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, қалдарыңыз қалай? Біздің алғашқы сабағымыз ол ағылшын алфавиті, яғни әліпбиіне тоқталамыз. Кез келген тілді меңгерген кезде бірінші біз сол тілдің әліпбиінен бастаймыз. Енді сабақты бастамас бұрын кішкене ережеге тоқталып өтсек, ереже бізде міндетті түрде дәптер, ручкаларыңызды алып отырыңыздар. Сабақты жиілікпен қайталау 2 күн сайын, 1 апта сайын, 2 апта сайын қайталап отыру және де жаңа керекті ақпараттардың барлығын жазып алу қажет. Енді ағылшын тілі әліпбиінде өзі латын әліпбиіне негізделген, ол 26 әріптен тұрады, бірақ 48 дыбысты құрайды. Яғни өзінен 2 есе көп. Оның ішінде 6 әріпі дауысты дыбыстар болып есептеледі. Олар бізде қызылмен белгіленген, яғни A, E, I, O, U және Y. Y әріпі ол жерде бізде дауысты да, дауыссыз да болып табылады. 21 әріпі дауыссыз дыбыстар. Олар бізде B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ары қарай жалғастырсақ, енді әріптің өзінің айтылуына. Бірінші бізде әріптің жазылуы тұр, ол үлкен әріптер мен кішкентай әріптері қалай жазылу керек екені көрсетіліп тұр. Одан кейінгі кезекте бізде ағылшынша оның айтылуы және мына жерде транскрипциясы. Транскрипция сол әріптің оқылу түрі. Ең соңғы кезекте қазақ тілімен жаңағыдай сол әріптердің оқылуы көрсетілген. Бірінші әріп бізде A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ары қарай жалғастырсақ, N, O, P, Q, A. Мына жерде Р әріпін олар ағылшын тілде Р деп айтпайды, А. Көбінде Р айтылмайды, R деп айтамыз. S, T, U, V, W, X, Y, Z немесе Z деп айтсақ болады. Ары қарай, ағылшын тілінде төмендегі диграфтар қолданылады. Олар 2 әріптің, яғни дауыссыз әріптердің қосылып, бір дыбыстың беруін айтамыз. Мысалға, S пен H әріпі қосылып, бізге Ш дыбысын білдіреді. Мысалға, shine сөзіндейді. Shine. Келесі, Z пен H әріпі қосылып, Z әріпін береді. Мысалға, Zukov дегендегіде. C мен H әріпі қосылып, мысалға, China деген сияқты дыбысты береді. Бірақтан өзге тілден кірген кірме сөздерде ол К дыбысында белгіледі. Мысалға, echo, немесе Michael, немесе Mac деген сияқты. К мен H әріпі қосылып, бізде Х дыбысын білдіреді. Мысалға, Harkov деген сияқты. Т мен H әріпі қосылып, бізде Th, немесе think деген әріпті біледі. Мысалы, the, think деген сияқты сақауланып сөйлеген секілді. Енді ары қарай жалғастырсақ, неге осы әріптің жеке айтылуы мүлде басқа, сөзде айтылуы басқа деген сұрақ туындауы мүмкін. Егер де сіз шетелге барып, бір отельде регистрация барысында сіздің фамилияңызды мысалға дұрыс естімегенде, дұрыс жаза алмаған барыста, сізде жаңағыдай фамилияңызды жеке әріппен айтыңыз дейді. Сол кезде осы алфавиттік реттіліктегі әріптің айтылуымен айтамыз. Енді біз қазір сөзде әріптің қалай оқылуы қажет, соған тоқталатын боламыз. Бірінші дауысты дыбыстарымызға тоқталайық. Дауысты A әріпін алатын болсақ, бірінші белгісі мынандай болып тұрады. Ол қысқа аузыңызды кеңінен ашасыз да. Мысалға, cat, mad, jam сөзіндегіде. Және келесі айтылуы A болып айтылады. Ол мысалға, take, lake, bake.
Және келесі айтылуы, мына жерде біз жақша ішінде көріп тұрғанымыз ол транскрипциясы, айтылуы. Мысалға, екі нүкте қос нүкте көрсетілсе, ол қос нүкте оны ұзартып айтылу. Мысалға, car, jar, tart. Одан кейінгі белгісі мынандай көріп тұрғандай water, was, what. Және келесі белгіміз мынау қазақша әріпіне ұқсайды, бірақ айтылғанда электр дыбысына ұқсайды, деген. About, amount, around. Келесі бізде әріпі. Ол бірінші белгісі мынау, ерінді жымиып айтамыз, мысалға pen, bed, red. Silent деген үнсіз қалады, мысалға оқылмайды, айтылмайды, мысалға. Ол жерде, мына жерде fine сөзінде соңғы әріпі, әріпі бар да, бірақ ол айтылмайды. Мысалға fine, take. Келесі ұзартып айтамыз, деп. Me, beam, thin. Одан кейінгі деп айтамыз, мысалға her, term, serve. Келесі әріпіміз бізде әріпі, ол біріншісінде белгісі осындай, болып айтылады, мысалға bill, fit, mix. Келесіде болып айтылуы мүмкін, мысалға kite, bite, lime. Және де болып айтылуы мүмкін, мысалға dirt, bird, skirt. Әдетте бұл дыбысының алдында келген кезде осылай айтылады, Келесі бізде әріпі, біз оны демейміз, дейміз. Мысалға біріншісінде бізде ол болып айтылады. Мысалға fox, dog, job сөздерінде. Одан кейін ұзартылып айтылуы, деп. Hope, rope, home. Және де қос нүктемен көрсетілсе, ол ұзартылып айтылады. Corn, skirt, lord. Тамаша. Ары қарай жалғастырайық, ол бізде әріпі, біріншісінде бізде ол болып айтылады, мынандай белгісімен белгіленеді. Duck, luck, cup. Келесі бізде болып айтылады, ол put, pull, push. Одан кейін сияқты айтылады, mule, cut, mute. Одан кейін әріпі айтылады, burn, hurt, purse. Және silent айтылмайды. Unique дегенде мына жердегі әріпі айтылмай тұр. Gert айтылмайды. Одан кейін Y әріпі біріншісінде қысқа әріпі сияқты болып, бұл жерде дауыссыз дыбыс, дауыссыз әріп болып тұр, бұл жерде yes сөзіндегідей. Немесе әріпі әріпі сияқты оқылады. Play, gray, boy. Және мына жерде екі тыныс белгісін көрсеткен, ол біріншісінде жұмсақ айтылады, мысалы baby, happy, екіншісінде қатты айтылады, system, myth деген сияқты. Одан кейінгі болып оқылу. My, type, unify,